Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі 2-ші сынып бассейнге барамын. Мұғаліммен Мұхаммадиева Меруерт Багдавлетовна. Бүгінгі сабақтың мақсаты. Құрметті оқушылар, біз әдеттегідей жаңа сөздермен танысамыз. Су, вода, жылы, теплый, суық, холодный, бала, ребенок. Мына суреттерге назар аударамыз. Келесі кезекте балалар, жаңа сөздерді есімізге сақтау үшін жаңа сөздермен сөз тіркестерін бірге құрастырайық. Ребята, чтобы запомнить новые слова, давайте вместе составляем словосочетание. Жылы су, суық су, таза су, қандай су. Какая вода? Жылы теплая, суық, холодная, таза, чистая. Мына суретке назар аударайық. Қандай бала? Кішкентай бала. Қандай бала? Үлкен бала. Кішкентай маленький, үлкен большой. Осы сөз тіркестерін оқимыз, прочитаем. Және есімізге сақтаймыз и запоминаем. Жарайсыңдар балалар. Өте жақсы. Оқулық пен жұмыс. Тыңда, қайтала оқы. Бұл бассейн. Мынау кішкентай бала. Үлкен балалар. Су. Повтори, прочитай. 15-ші бет. Енді балалар суретпен жұмыс жасаймыз. Мен бассейнге барамын. Иду в бассейн. Мен бассейнге бармаймын. Не иду? Мына бала бассейнге бара жатыр, кіріп барады. Ал мына бала бассейнге бармайды. Бері қарай келе жатыр. Су суық, су жылы. Осы суретке назар аударамыз балалар. Келесі кезекте 16-ші бет, 1-ші тапсырма, жазылым жұмыстары. Сөйлемді толықтырып жаз. Дополните предложение. Бұл не? Бұл бассейн. Мен барамын. Мен бармаймын. Бұл ненің суреті? Суреттің орнына сөздерді жазамыз. Жарайсыңдар балалар. Сабақтың барысында жаңа сөздерді, сөз тіркестерін еске сақтап алыңдар. Өте тамаша. Диалогты толықтыр. Дополните диалог. Сен бассейнге барасың ба? Нүктенің орнына қажетті сөздерді қоямыз. Вместо точки вставляем нужные слова. Я. Мен бассейнге барамын. Жоқ. Мен бассейнге бармаймын. Осы бойынша диалогымызды толықтырамыз. Өте жақсы балалар. Тамаша. Енді сабағымыздың соңында, құрметті оқушылар, мына сөз тіркестерін және сөздерді есімізге сақтаймыз. Запомните. Мен бассейнге барамын. Мен бассейнге бармаймын. Су жылы, су суық. Және біз қандай сөзді үйрендік? Таза су. Тамаша балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.